Қадірлі Маңғыстау ауданының тұрғындары, Жыңғылды өнер ордасының халқы, баршаңызға бүгінгі Шамғыл атамыздың мерейтойы құтты болсын. Енді әңгіменің басынан бастасақ, Шамғыл атамыз өнер мұхитының тұнығынан қанып ішкен салқар өнерпаз ғой, баршаңызға белгілі. Бұл кісі тек қана күйші емес, байқап қарасақ, жаңағы Сұлтекең айтып кетті, бұл кісі өнердің шежіресі, одан кейін жыршы, одан кейін әнші, күйші, өнердің барлық күйін өн бойына жинаған адам, және ар жағы Есір, бер жағы Арал ұстазынан көп күйлер үйренген. Осы Орта Азияның біраз жеріне барып, қазақтың адайдың күйлерін танытқан адам. Енді осы Шамғыл атамыздың бір қадесіне жарап, соның бір пұшпағында жүрген өзіме мақтанышпен айта аламын. Себебі өзімнің әкемде өнерден құралақан болған жоқ, өнерпаз адам болған уақытында. Сол кісі көп айтатын еді, Шамғыл ақсақалдың тартқан күйлерінің дыбысы және оның зерттеу мағынасы, өте шеберлігін, ешқандай күйдің қандай да бір қиындық жерлерінен мүдірмейтін, кідірмейтін, қақпаққа қолы тимейтін көп жыр қылып айтатын еді. Екібастан одан кейінгі Өскінбай ұлы Мұрат атамыз сол туралы да көп айтатын еді. Сол біздің миымызға, жүрегімізге сіңіп өскен бір жылдар, қайсы бір жылдар, 2000 жылдар болу керек. Сол бізді бағыт берген Светқали Нұржан ағамыз, жаңа Сұлтекең тағы сөзінің басында айтып кетті, осындай күйлерді әр жерде біреудің сандығында қалған және осы зерттелмей жатқан күйлерді жинау керек деген көңілімізге сондай бір ой салды. Содан кейін басталды 2000 жылдары Жетібайда тұратын Бәйбіше Жемені Бекқұлша дейтін ағамыздың үйінде бір барып отырғанда, сол үйдегі шешеміз қазір 90-ға жақындап қалып, осы үйде енді осыны пайдаланатын адам қалған жоқ, енді осыны сен алшы деп, мынаған осындай қолдишадағы бірнеше бабиновый кассеті бар, дөңгелек, соны әкеліп берді маған. Сосын мен шетінен зерттедім, үйге әкеліп, студент кезім ол кезде. Сонда Шамғыл атамыздың күйлерін кездестірдім сол жерден. Алым атамыздың тартқан күйлері бар екен, Исладин ағамыздың тартқан күйлері бар екен. Сол кезден басталды Шәкеңнің күйлеріне орындаушылығына біздің ғашықтығымыз. Содан кейін 2002 жылы Елдос Емел ағамыз консерваторияның фонетикасына жинақтаған бірнеше күйін 150-дей кассетini маған тапсырды, осы Сұлтанбек екеумізге. Осыны жігіттер, осыны ары қарай дамытыңыздар, осы бірнеше күй қазына бар деп. Сол кезден басталды. Содан кейін зерттей тек Шамғыл ақсақал емес, басқа да біз атын естімеген жоғарғы адайдың күйшілердің күйшілік дәстүрімен де таныстық. Себебі бізде Шегем, Қырықмылтық дейтін рулар көбіне жоғарыда жүрген. Сол рулардың да күйшілердің күйлерімен таныстық. Қартбай атамыздың бірнеше күйі табылды сол іздеудің нәтижесінде. Сосын Елдос ағамыздың берген бірнеше кассетінен де басқа елдің ішінен жинап, кімнің үйінде қандай нәрсе қалды сұрастыра жүріп, көп нәрсе жинадық. Міне 2013 жыл екен, Кенжебек 45 күйдің 13 жылы біздер осы Кенжебек інім екеуміз осы атамыздың күйлерін шығаруымыз керек. Бірнеше күйлер деп, міне Сұлтанбек ағамыз бар, бәріміз жинақталып 45 күйді шығардық. 45 күй, соның 13-ін Шамғыл атамыз орындаған, қалған Орлыбай ағамыз орындаған, күйші орындаған, Әлқуат Қожаберген атамыз орындаған 45 күй шықты 13 жылы. Содан бері айналысқа еніп, одан кейін
Жұмабек Қадырқұлов ағамыз айналысты, бірнеше шәкірттеріне берді бұл күйлерді. Атын естімеген күйлер көбіне біздер енді Сержан ағамыздың жеткізген күйлерімен шектеліп қалдық қой енді. Ол кісі де өзінің қадари халінше біздерге әкеліп берді. Содан кейін енді бізге келіп тұрған біздің кезеңіміз болғаннан кейін ары қарай жетілдіріп осы күнге жетіп отырмыз енді. Енді қазірде қазақтың 100 күйі атты Қадырқұлов Жұмабек ағамыздың кітабы шықты, бірнеше күйлер. Маңғыстаудың 100 күйі атты. Бұл және Астанада үлкен өнер академияларында оқытылып жатыр, консерваторияда оқытылып жатыр, және де біздің осы Маңғыстау өнер колледжінің де айналысына енді. Соны біздер мақтанып айтамыз, яғни атамыздың тартқан күйлері, орындаушылық шеберлігі осы жастарға дарып, осы жастар айналысқа түсіріп, міне Әлия Қарамұқан қарындасымыз отыр. Бұл қарында оңдасын қалқан, және де бірнеше Асылбек Дәулетияр, және де Қайсар Жамбылұлы, тағы да Нұржан Жолдас дейтін ініміз, бірнеше күйшілер осы күнге дейін сол атамыздың күйлерін жалғастырып алып келді. Енді тағы да рахмет айтамын Нияз Тұрлы інім, Шамбул атамыздың туған жеріне келіп, және өнер топырағы киелі өнер ордасының осындай қалған жұрнағын дамытып, мына қасиетті мекендік бүгін күйге бөліп жатырсың. Өте керемет, 9 күйші шығып, апа қарындастарымыз да еңбек етіп жатыр. Оң болсын, бәрі де құтты болсын. Ары қарай қарыштап дами беруіне тілектеспіз. Тіпті ауылдық деңгей емес, аудандық, облыстық, республикалық деңгейге жетуіне тілектеспіз. Аман болыңыздар.